Барлығыңызға сәлем, сіздермен бірге Әбдіөміт. Бүгін осындай М размеріндегі өте сыйымды косметичканы бірге тігейік. Ол үшін бізге основасына мата, подкладына мата, синтепон, замок, бір жіп және қайшы керек болады. Одан кейін В4-ға А4 қағаз болса болғаны. Основалық матамызды екі бүктеп, осылай А4-ні қойып үстіне қырқып алатын боламыз. Кромкасын қырқып боламыз. 1 метр матадан осындай 10-нан аса косметичка шығаруға болады. Осылай основалық матамызды қырқып алғаннан кейін подклад және синтепонды тура осы размерде қырқып алатын боламыз. Енді замокты жақсылап түктеп алу керек болады бізге. Осылай замокты бигнокты ашпай және ашып жақсылап түктеп алыңыздар. Енді синтепонымыздың үстіне основалық матамызды қойып, замоктың бигнок тұрған бетін осылай основалық матамыздың үстіне қоямыз, астына қарай қаратып тістерін. 2-3 см бас жағы шығып тұру керек болады. Енді подкладочный матамыздың оң жағын основалық матамыздың оң жағына қаратып, осылай булавкалармен қыстырып, осы жерді тігіп алатын боламыз. Басында закрепка береміз, міндетті түрде. Тігіп отырғанда булавкаларымызды жақындаған сайын алып отырамыз. Мінекей бір бетті қосып болдық, ашқанда осылай болып шығады. Осылай замоктың екінші бетіне белгілеп, тура сол белгімен екінші бетке қойып, осылай булавкамен қыстырып, тура солай қайталап тігіп алатын боламыз. Закрепка міндетті түрде береміз, қыздар. Бұл жақты да тігіп болдық. Мінекей осылай ашып, бір-біріне қаратып, замогын жауып, енді жақсылап ашып замоктарды үтіктеп аламыз. Мінекей осылаймен. Үтіктеп болғаннан кейін подкладочный маталарын бір-біріне, основалық маталарын бір-біріне осылай қосып тігіп аламыз. Подкладочный матаны тіккен кезде арасынан 10 см ашық тікпей қалдырамыз. Бұл бізге қазір оң қарату үшін керек болады. Основалық матамен синтепон тұрған жақты да осылай бұл жақта қалдырмаймыз. Ешқандай ашық жер, барлық жерін жауып осылай тігіп шығамыз закрепкамен. Енді тігіп болғаннан кейін бұл жерді де ашып тігістерді оңғаратқанда дөңкеп қалмас үшін осылай үтіктеп аламыз. Тігістерін бәрін жатқызып. Енді осылай мінекей қиылысқан жерлерді замокпен тура қойып, видеода көрініп тұрғандай булавкамен қыстырып, бәрі ровно тұрған көріп алыңыздар. Екінші жағында солай замокты ішіне ашып қалдырамыз, қыздар. 4-5 см-дей. Бұл жерде осылай қиылысқан жерлеріне замокты қойып, ортасына булавкамен қыстырып, енді тігіп аламыз. Бұл жерде закрепка берудің қажеті жоқ. Осылай бірмен, яғни 1 см қылып, осылай тігіп аламыз. Болғаннан кейін осындай шығып тұрған замок, мата, синтепондар болса қырқып алып тастаңыздар. Енді 4 шетінен ені де ұзындығы да 4 см болатын 4 бұрышты белгілеп алып, 4-еуін де қырқып шығамыз. Төрт бұрышты қырық болғаннан кейін замок тұрған екі бетті закрепкамен тігіп шығамыз енді. Енді жаңылетте қырып шыққан 4 бұрышымызды осылай бір-біріне основалық матамыздың бұрыштарын қосып, подкладочный матамыздың да бұрыштарын қосып, бір-бірінің үстіне қойып, тігіп шығамыз, қыздар. Видеода көрсетілгендей. Міне тігіп болғаннан кейін осылай көрінеді. Енді дәл осылай қалған 4 бұрышында қосып бір-бірінен тігіп шығатын боламыз. Бізде осылай 4 шетінде тігіп болғаннан кейін осындай болып көрінеді. Енді ашық қалдырған жерімізден оң қаратып шығамыз. Оң қаратқан кезде осылай бұрыштарымыздың бәрін саусағымызбен жақсылап шығарып шығамыз. Ішін осылай қолмен көктеп шығамыз. Жапқан жерімізді мінекей осымен біздің косметичкамыз дайын. Басқа дайынқаларды жіберіп алғаныңыз үшін YouTube каналға жазылып алыңыз. Сіздермен болған Әбдіөміт.
соңына дейін көргендеріңізге рахмет.